Берекелі асханаға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен денсаулыққа өте пайдалы, құнарлы астардың бірі қайнатпа сорпа дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін бірге тамашалаңыздар. Ең алдымен етті сүйектерінен ажыратып, бөлшектерге бөліп, жақсылап жуып тазалап аламыз. Сорпаның заттарын үйдегі адам санына қарай өлшеп саласыздар. Қазанның жартысын толтырып салқын су құйып, үстінен еттерімізді салып аламыз. Орташа отта еттің көбіктері шыққанша жарты сағат қайнатамыз. Еттің көбіктерін сүзгішпен сүзіп аламыз. Еттің көбіктері әлі де толық шығып біткен жоқ, сондықтан сорпаны тағы да 20 минут баяу отта қайнатамыз. Уақыттан ұтымды пайдаланып, көкөністерді турауға кірісеміз. Пиязды осылай майдалап турап алдым. Егер сіздер қаласаңыздар, бүтіндей салсаңыздар да болады. Сәбіз ұзақ қайнағандықтан езіліп кетпеу үшін ірілеп турап аламыз. Жасыл және қызыл түсті болгар бұрыштарымызды ірілеп турап аламыз. Егер сізде екі бұрыш болмаса, біреуін қоссаңыздар да болады. Картошка сорпада қайнағанда тез езіліп кететіндіктен, оны да ірілеп турап аламыз. Келесі тамаққа ерекше түс пен дәм беру үшін помидор қосамыз. Сіздер бір үлкен помидор қоссаңыздар да дәмді шығады. Мінекей 20 минут уақытымыз өтті. Қараңыздаршы, еттің көбіктері тағы да шығыпты. Оларды сүзгіштің көмегімен сүзіп алып тастаймыз. Дәміне қарай 2 ас қасық тұз саламыз. Енді турап алған көкөністерімізді кезекпен салып шығамыз. Алдымен майдалап туралған пиязды саламыз. Артынша сәбізді саламыз. Келесі бұрыштарымызды салып араластырамыз. Үстінен туралған қызанақтарды саламыз. Укроп пен петрушканы турамаймыз, осылай жіппен байлап бүтіндей сорпаға саламыз. Үстінен 4-5 дана сарымсақ саламыз. Дәл осы кезде дәмдеуіштерін саламыз. Мен лавр жапырағын, қара бұрыш, кристаллик пен зіра пайдаландым. Сорпаны ортадан төменгі отқа қойып 1 сағат қайнатамыз. Мінекей 1 сағат уақытымыз өтті. Енді туралған картошкаларды салып, баяу отта 30-40 минут картошкаларымыз піскенше қайнатамыз. Менде тамақтың дайын болуына толықтай 2 сағаттай уақыт кетті. Жарты сағат уақыт өтіп, қайнатпа сорпамыз толықтай дайын болып шықты. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар.